Семейде ұлт тұлғасы Шәкәрім Құдайбердіұлының 8 кітабы қайта жарық көрді. Бұл екінші өмір тынысы берілген көне жазбалардың ішінде 1911 жылы Орынборда басылған түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі, мұсылмандық кітабы, 1912 жылы Ярдан баспасынан шыққан қазақ айнасы туындылары бар. Бұдан бөлек бірқатар жыр дастандары мен 3 анық пәлсапалық дүниесі жаңа мұқабада оқырманға жол тартты. Бұл еңбектердің ерекшелігі бұрынғы түпнұсқалардан факсимилдік көшірмесі қатар беріліп отыр. Кітаптардың шығарылуына Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ғалымдары көп еңбек сіңірген. Кітаптар ойшыл ақынның 160 жылдық мерейтойы аясында шығарылып отыр. Шәкәрімнің негізгі ұраны, мақсаты өмірлік. Ол адам баласын бақытты ету. Әсіресе қазақ қоғамын бақыт сыйлау, теңдік сыйлау, еркіндік сыйлау. Әрине, көз тірісінде бұған жете алмай кетті, бірақ бүгінгі заман сол Шәкәрімнің ойынан шығып отыр деп есептейміз. Тәуелсіздігіміздің арқасында Шәкәрімнің жасап кеткен құндылықтардың бәрі қолымызға тиді. Міне осыны болашаққа, жастарға, халық игілігіне, ұлт игілігіне пайдалана білу қазіргі ғалымдардың міндеті. Қазақтың Қараторғай, түркменнің Бибіжан, өзбектің Қылпыллама әндері. Түркітілдес елдердің көпке танымал 20 халық әні Астана опера сахнасынан орындалды. Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Әзербайжан, Түркия және Татарстан елдерінің дарынды музыканттары Түрксойдың жастар камералық хорының құрамында өнер көрсетті. Это заключительный концерт турне по Казахстану. Бұл Қазақстан аумағымен турненің қорытынды концерті. Қарағандыдан бастап Павлодар, Семей, Өскемен қалаларында өнер көрсеттік. Бұған дейін Германия, Чехия мен Түркияда концерт бердік. Біз Түрксой елдерінде жыл сайын концерт беруді жоспарлап отырмыз. Решили наши коллективы ежегодно показывать именно в наших странах. И начали с Казахстана. Музыканттардың айтуынша, республика аймақтарына турне барысында жаңа адамдармен танысып, ерекше әсер алған. Очень хорошо нас встретили в Казахстане. Казахстан всегда радует своей гостеприимностью. Қазақстан бізді жылы қарсы алды. Жергілікті халық өте қонақжай. Бір емес, 4 қалада өнер көрсеттік. Барлығында да көрермен қауым қошеметпен қабылдады. Біздің өнеріміз, шығармашылығымыз қазақстандықтарға ұнады деп сенеміз. Большое, конечно, за это. Конечно же, мы надеемся, что казахской публике наше искусство, наше творчество очень понравится. Здесь прекрасная организация. Нас встречают в каждом городе. Концерттің ұйымдастырылуы керемет. Қазақстанның көрікті қалаларын көріп, жақсы әсер алдық. Жергілікті халықтың қонақжайлығы қатты таң қалдырды. Осы турне барысында көрші мемлекеттердің мәдениеті мен музыкасы мен салт дәстүрлерімен таныстық. Туры, музыку других стран, наших соседей. Концерт Қазақстан астанасының 20 жылдығына және Түрксой ұйымының 25 жылдығына арналды. Ширек ғасыр уақыт ішінде халықаралық ұйым түркі мәдениетін насихаттауға арналған бірнеше жобаны сәтті жүзеге асырды. Түрксой к этому дню стал известной международной организацией, которая сотрудничает с такими Түрксой ЮНЕСКО, ИССК, ТМД елдерінің халықаралық мәдениет қорысында әрі ұйымдармен тығыз ынтымақтастық орнатқан. Түркітілдес мемлекеттер бірлесіп, бүгінде түрк әлемінің бай мәдениетін жер жаһанға таныстырып келеді. Гуманитарными организациями. Мы совместными усилиями знакомим мир с нашей богатой тюркской культурой. Түрксой ұйымының камералық хорының репертуарына түркітілдес елдердің халық әндері, қазіргі заман композиторларының шығармалары және батыс еуропалық хор музыкасының туындылары енген. Халықаралық хордың келешекке жоспары көп. Шығармашыл ұжым әлем елдерінде өнер көрсетпек. Келесі жылы хор бірнеше халықаралық музыкалық фестиваль байқауларға қатысуға қамданып